Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгінгі біздің YouTube каналға жүктейтін видеомыз бұл кәдімгі қазақтың сары майын қалай шайқаймыз. Майды қайдан шығарамыз? Сол жайында видео болады. Ұнап жатса, лайк, комментарий аямаңыздар және тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Кеттік. Міне достар, мен бүгінгі болғайын деп тұрған қаймағым, міне осы екі ыдыстан. Мынау міне қоюлау, мынау кішкене сұйықтау айырған қаймақ. Осыны осы үлкен табаққа қазір салып аламыз. Бұл сиырдан сауып келген сүтті сепаратормен қаймағын ажыратып алынған. Қараңыздар. Міне достар, жаңа айтып өткен екі ыдыс қаймағымның екіншісін салып өтем. Қаймақты ыдыстан түсіруге осындай қасықтарды пайдаланған абзал. Сол кезде бүткіл ыдыстағы қаймақты сыдырып аласыздар. Міне. Бәрін салып аламыз. Міне тап-таза болды. Бұл ыдыстарды әзірше жуып тастамаймыз, осы жерге қоям. Қазір бөлінген майдың суын құюға қажет болады. Ал енді салынған қаймақтарымызды реті келсе миксермен де қоюланғанша араластырып алуға болады. Болмаса мынадай қасықтармен, болмаса бұрынғы ағаш қасықтармен де араластыруға болады. Бірақ маған оңайы қолмен араластырғаным тез түседі, сондықтан мен енді қолымды салып шайқауға кірісемін. Осылайша достар, бар күшті салып, қолмен шайқауға кірістім. Бір жерді шайқамай, бір келкі шайқауға тырысу керек. Өйткені бір жердің майы тез түседі, бір жері түспей қалу мүмкін. Сондықтан ала болмас үшін бір келкі бірыңғай шайқауға тырысу қажет. Осылай кем дегенде 10-15 минут шайқаймыз. Кейбір адамдар шыдамсыздық танытып, қаймағым түспей жатыр деп айнала ыдысты өзгертіп, немесе басқа нәрселермен шайқап көріп жатады. Бірақ шыдамдылық керек. Қаймақ сұйық болғасын жерде ол жайрақта сәл мол шайқағаннан кейін де түсуі мүмкін. Сондықтан асқан шыдамдылықпен шайқай беру керек. Ал егер де сепараторыңыз қою айырған жағдайда, онда май тез түседі. Ол кезде тіпті оңай болады. Бірақ менің сепараторым осы соңғы күндері кішкене сұйық айырып жүргендіктен қаймағым осындай сұйықтау. Бірақ ештеңе етпейді, бұдан да әдемі, дәмді май шығады. Байқасаңыздар, міне менің қаймағым міне бір 2 минуттың ішінде, 2 минутқа толар толмас уақыттың ішінде қоюлығы байқалып жатыр. Міне көрініп тұр ма? Қоюлығы байқалып, қолға да білініп, көзге де көрініп тұр. Осыны ары қарай шайқай береміз, тоқтамаймыз. Міне жаңа қоюланып келе жатқан қаймағымыз осындай массаға айналды. Шайқай береміз, шайқай береміз, шайқай береміз. Қаншалықты жылдам шайқасаңыз, майыңызда тез жылдам болып түседі.
шайқаймыз. Байқасаңыздар, бұл қою массадан міне арасынан су бөлініп жатыр. Ол майдың суы деп аталады. Майдың суын ерінбеген адам көп нәрсеге жаратуға болады. Мен сол видеоларда салатын боламын. Майдың суынан майқұр дайындаймын. Майдың суын тек өзін бөлек қайнатып, оны да шаймен істеуге, апаларға, әжелерге ұсынуға болады, шекер салып. Ол нәрсені де көрсететін боламын. Оның да видеоларын алда саламын. Және майдың суын жай әшейін құрт қайнатқанда да құйып жіберуге болады. Майдың суын ең аяғы блины пісірген кезде де пайдалануға, сүттің орнына, судың орнына пайдалануға болады. Өте дәмді майлы блины шығады. Сондықтан бізде қазақта сиырдан шыққан сүттен өндірген әр өнімді лақтырмай, төкпей пайдаланамыз. Яғни пайдаланатын өзінің орны бар. Міне көрдіңіздер ғой. Майдың арасынан суы бөлініп жатыр. Әбден суы бөлініп, бір-бірімен біріккен майды жинаймыз ортаға қарай. Міне майымыз дайын болды. Тіпті 15 минутқа да жеткен жоқ, шыны керек. 10 минутқа толар-толмас уақытта майымыз дайын болды. Неғұрлым қаймағыңыз көп болса, көп бұлғайсыз. Ал ыдысыңызда қаймағыңызды азырақ-азырақтан бұлғайтын болсаңыз, майыңыз тез түседі. Кейде болады, мен осындай ыдыстың үшеуін салып жіберген жағдайда, онда ұзақ уақыт бұлғаймын. Ал міне майымыз дайын болды. Осы майды жинап аламыз да, мына майдың суын құйып аламыз қазір. Достар, міне байқағандарыңыздай, біздің майымыз әбден шайқалды, майдың суы бөлінді. Енді осы майдың суын құйып аламыз. Бұл жерде кішкене жан-жағындағы адамдардың көмегі керек болады. Майдың суын құйған кезде байқау керек. Міне, осы майды міндетті түрде мен өз рецептім бойынша 3 рет салқын суға жуамын. Салқын суымыз дайын. Әбден сығып, салқын суға жуамыз. Негізі ағынды суға жуған жақсы. Мен енді мына видеодан үстел үстінен алыстап кетпейін деп құйып әкеліп жуып жатырмын. Негізі кранның суына, яғни ағынды суға жуған қолайлы. Міне әбден жуып, ішіндегі ақ суын кетіруге тырысу қажет. Мынау бірінші жуған дәл осы суда қазір төгіп тастаймын. Тағы да мұздай су құямыз. Екінші рет құямыз суымызды. Дәл осылай қайталаймыз, қайтадан жуамыз. Міне байқағандарыңыздай, суым екінші рет құйған кезде онша ағарған жоқ. Яғни майым әбден тазарып келе жатыр. Енді маған сұрақтар келеді, неге майды сонша жуады деп. Егер де майдың ішінде, мына майдың арасында майдың суы қалып кеткен болса, қысқа сақтауға келмейді. Яғни майыңыздан қаңсаған дәм шығып кетуі мүмкін. Ол майды аздырып жібереді. Майдың суы майдың арасында қысқа сақтаған кезде қалмау керек. Сондықтан әбден жуып, тазартып, барып тұздап салу қажет. Міне көрдіңіздер, майдан бөлінген суымыз, жуған суымыз әбден тазарып келе жатыр. Төгіп тастап, үшінші рет жуамыз. Ал міне, соңғы рет құйғаным.
әбден салқын суға соңғы рет жуып жатырмын. Міне суымыз міне мөп-мөлдір уже. Болды. Майымыз әбден дайын болды. Шашыраған майларды жинап алып, суымызды төгіп тастаймыз. Видеода малдың дауыстары шығып жатыр, енді бізде мал келетін уақыт болды. Сондықтан айып етпеңіздер. Ал дайын болған майымызды, менің майымның дәмділігінің бір құпиясы, мен майды міндетті түрде тұздаймын. Көзбен мөлшерлеп салам. Шыны керек. Осыны араластырамыз. Әбден араластыру керек. Ал егер де клиенттерден тұзсыз май деп тапсырыс түссе, онда тұздамай жинап берем. Маған көбіне клиенттерім өзімнің тұзыммен тұздалған май сұрайды. Сондықтан көбіне көп мен майды тұздаймын. Кейбіреулер айтып жатады, тұздалған майды қысқа сақтауға қиын деп. Жоқ. Ешқандай дәмі де ештеңесі де өзгермейді. Сол күйі дәл осы күйде қыс мезгілінде де жей беруге болады. Өте дәмді болады. Осыны енді қазір салқындарға бөліп, өлшеп саламын. Қолдың икеміне орай міне әбден қолымыз үйренген. Көзіміздің мөлшерімен осылай екіге бөліп аламын, дөңгелетіп. Алдын ала дайындап қойған салафандарға өлшеп саламыз. Ал 1 килоға жетіңкіремейді. Мен толық 1 кило қылып тастайын. 1 килограмм. Міне. Толық 1 килограмм. Бітір. Иә, көрді. Ал қалған майды бұл 1 килограммға жетіңкіремейді. Салып қоямыз. Келесі болғанда толтыратын боламыз. Но бізде 840 грамм екен. Дайын болған майымызды міне клиенттерге осылай домалатып, шетінен ойып алуға ыңғайлы қылып осылай дайындап беремін. Осы тұрған бір пластинкасы 1 килограмм. Оған қосып, енді неше жылдан бері май сатып жүргендіктен бетіп жазып қойғанды құп көрем. Майский май бұл. Келесі мынау 1 килоға жетпей қалды. Келесіде толтыруға болады, немесе өзіңізге жеуге сақтауға осындай толмағандарды дайындап қоя берейін. Достар, 2 ыдыс қаймақтан, міне көріп тұрғандарыңыздай 1 килограмм 840 грамм май шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Егер менің видеом ұнаған болса, және болашақта басқа да осы сүт өнімдеріне байланысты видеолар көргілеріңіз келсе, комментарийға жаза отырыңыздар. Тағы да түрлі видеолар салынатын болады.